Қордайда спортшылар үшін маңызды нысанның жаңа тынысы ашылмақ. Бірнеше жылдан бері жаңаруды күткен орталық стадион бүгінде құрылыс алаңына айналған. Мұнда тек ғимарат емес, тұтас спорт инфрақұрылымы жаңғыртылып жатыр. Қазір жұмыстың 75% атқарылыпты. Жоба аясында стадионның негізгі ғимараты жаңғыртылып, жаңа қосалқы ғимарат бой көтерді. Трибуналардың шатыр жабыны жаңартылып, іргетасы нығайтылды. Терезелер мен есіктерде толық ауыстырылып жатыр. Ал спорттық нысандардың қатары жаңа футбол, баскетбол, волейбол және теннис алаңымен толықпақ. Стадион периметріндегі қоршауларды жаңартылып, қосымша жарықтандыру жүйесі іске қосылады. Қазіргі таңда бізде орталық алаң 80%-дан аса жұмыс атқарылып, қазіргі таңда қызу жұмыс атқарылып жатыр. Көріп тұрсыздар, тазалық жұмыстар жүріп жатыр. Құдай қаласа ертеңнен бастап асфальтқа кірісеміз. Асфальт біткеннен кейін тартан жұмыс қалды. Круговой тартан ұрады. Содан кейін барып, баскетбол, волейбол, соның бәрін тартан ұрғаннан кейін, варата, трибуна, сол жұмыстар қалады. Алла қаласа, қыркүйек айының ортасына дейін бітіріп қаламыз деген ойдамыз. Жаңарған стадионда спортпен айналысуға мүмкіндік те жағдайды артады. Мәселен, футбол алаңы заманауи газонмен жабдықталып, жүгіру жолына арнайы тартан төселеді. Ал жаңа баскетбол, волейбол және теннис алаңдары спорттың өзге түрлеріне қызығатын тұрғындарға қолжетімді болмақ. Тренирую детей уже 18 лет. Вот на этом. 18 жылдан бері балаларды жаттықтырып келемін. Міне осы алаңда стадионға алғаш рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жөндеу жұмыстары ойдағыдай аяқталады деп үміттенеміз. Ең бастысы сапалы көгал төселсе екен дейміз. Балаларға және спортқа көрсетіп отырған қолдау үшін мемлекетке алғысымызды білдіргіміз келеді. Қазір стадионда абаттандыру және инженерлік жұмыстар жалғасып жатыр. Барлық жұмыс аяқталған соң Қордайдағы орталық стадион заманауи спорт кешендерінің біріне айналмақ. Бұл бұқаралық спортты дамытуға және аудан тұрғындарының салауатты өмір салтын ұстануына жасалған тағы бір мүмкіндік. Дәулет Акимов, Мадина Оқас, Қордай 24 Ньюс.